Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Алдымыздағы оқу тоқсаны қашықтан оқитын болғандықтан, біздің алдымызда көптеген қиындықтар күтуде. Себебі қашықтан оқыту форматы біздің тәжірибемізде алғаш рет орын алуда. Дегенмен өткен оқу жылында енгізіліп бастаған бұл оқыту формасымен де біраз таныс болды. Жаңалықпен тек бетпе-бет кездескенде ғана оның өзіндік қиындықтары мен кемшілігін түсіне бастайсың. Өткен тәжірибемізде жіберген кейбір олқылықтар қашықтан оқыту жағдайында білімімізді жетілдіру қажеттігін бізге өте жақсы түсіндірді деп ойлаймын. Мұғалім мойнына артылған жүк 2-3 есе ауырлай түскенін бәріміз де түсіндік. Сондықтан да оқушылардың сабаққа қызығушылығын төмендетпей, білім сапасына сызат түсірмеу үшін біздің көп ізденуіміз, АКТ сауаттылығымызды арттыру қажеттігін түсіндірді. Ендеше мектепшілік ұйымдастырылып отырған әдістемелік іс-шаралар қашықтан оқытуды үйретуге бағытталмақ. Бүгін мен сіздерге қашықтан оқыту сабақтарын жоспарлау, табысты сабақ жоспары деп аталатын әдістемелік көмек таныстырылымын ұсынбақшымын. Таныстырылымды көріп тамашалаған соң өз ойларыңызбен бөлісіп, тәжірибе алмасу мақсатында сұрақтарыңыз немесе қосар кеңестеріңіз болса, ортаға салып отырсаңыздар деймін. Ой-түрткі сұрағына назар аударыңыздар. Сіз оқыту әрдайым жоспарлаудан басталады деген тұжырыммен келісесіз бе? Неге? Әрине, оқытудың қай түрі болмасын, дәстүрлі ме, ол қашықтан ба, әрдайым жоспарлаудан басталады. Қашықтан сабақты жоспарлау үшін сіз ең алдымен не істейсіз? Бүгінгі таныстырылымда осы сауалға жауап алу мақсатында болмақшы. Қашықтан оқытуды оқу күнін жоспарлаудан бастаймыз. Мұғалімнің оқу күнін жоспарлаудағы негізгі міндеті аудиториялық оқу барысында өзіне және оқушыларға түсінікті, қолайлы оқу тәртібін қамтамасыз ете білу болып табылады. Алдын ала әзірленген сабақ кестесінің болуы және тапсырмаларды орындау мерзімдерінің алдын ала белгіленуі, білім беру үдерісіне қатысушылардың алаңдаушылығын азайтуға көмектеседі. Оқу күнін жоспарлауда кеңестер. Бірінші, оқу уақытын белгілеңіз. Балалар мен ата-аналарға оқытудың уақытын хабарлаңыз. Мүмкіндігінше күннің алғашқы жартысын пайдаланыңыз, яғни түске дейінгі уақыт. Қашықтан оқытуда оқу күнін үйреншікті 40 минуттық сабақтар түрінде емес, анағұрлым қысқа, егер ол синхронды оқыту болса, сабақтар түрінде жоспарланған орынды. Яғни, біз қашықтан оқытудың синхронды және асинхронды түрі бар екенін білеміз. Синхронды түрі дегеніміз оқушылар мен мұғалімнің бір мезетте интернет байланысына шығып, бетпе-бет, жүзбе-жүз сабақ өтуін айтамыз. Егер мұндай сабақ болса, әрине ол сабақтың көлемі 40 минуттан аз болғаны орынды. Үшінші, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне қандай уақыт қолайлы екендігін балалармен және ата-аналармен кеңесіп алыңыз. Бұл жерде бізге сынып жетекшінің әрине қолдауы қажет болады. Төртінші, оқушылардың өзіндік жұмыстарды орындау мерзімдерін нақты белгілеңіз. Тапсырмаларды орындауға берілетін уақыт оқу мақсатына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, 1 сағаттың ішінде орындау тапсырмасы. Ондай жағдайда сіз 1 сағаттан кейін тапсырмаға қайтып ораласыз. Немесе ертеңге дейін орындау, сіз тапсырманы келесі сабақта тексересіз. Немесе күрделілеу тапсырма болса, мысалы жоба қорғау тағы да басқа болса, 1 аптаның ішінде немесе келесі сабаққа дейін орындау деген нақты уақытын көрсетіп отырған жөн. Енді бұл жерде бізге оқу күннің жоспарының үлгісін ұсынып отыр. Қашықтан оқытуды үйренемін атты интернет курста біз барлығымыз осы үлгімен танысқан болатынбыз. Бұл үлгі бізге өте қолайлы екен. Қарап отырсаңыздар, сабақтың нөмірі, трансляция уақыты, яғни телесабақтың болатын уақыты, сыныбы, сабақ тақырыбы, оқу мақсаттары, тапсырмалар және оның тапсыру мерзімі. Күнделікті мұғалімде осы оқу күннің жоспарының үлгісі болғаны жөн. Табысты сабақ жоспарының критерийі қандай болады? Яғни табысты сабақ жоспарын жасау үшін қандай критерийлерді ұстанбақшымыз? Бірінші, сабақ мақсаттары оқу мақсаттарына жетуге қолдау көрсетеді. Бұл дегеніміз, стандартты белгіленген оқу мақсатына біз сабақ мақсатын ойластырып жазатын боламыз.
Сабақ мақсаты бүкіл сыныпқа арналған ортақ болуы да мүмкін, немесе саралау тәсілі арқылы деңгейлеп оқушының мүмкіндігінше қарай үш бұрынғы өзіміз бөліп жүргендей барлық оқушылардың көпшілігі, кейбір оқушы деп үш бөлімге бөліп алып жоспарласақ та болады. Маңызды оқу материалдарын іріктеп алынған дейді. Яғни осы оқу мақсатын, сабақ мақсатын ашуда пайдаланатын оқу материалдарыңызды іріктеп аласыз. Тапсырмалар оқу мақсатына жетуге бағытталған. Кейбір сабақтар болады. Оқу мақсаты бір жаққа қарап тұрады, ал ондағы орындалатын тапсырма басқа оқу мақсатына жетуге бағытталған. Әрине, бұлай болмау керек, тапсырмалар оқу мақсатына жетуге бағытталу керек. Тапсырмаларға қатысты нұсқаулар түсінікті және барлық қажетті қадамдарды қамтиды. Тапсырманы тексеруге өткізу уақыты және тексеру нұсқалары көрсетілгендей. Бұл жерде айтып отырғаны, кейде біз тапсырма береміз, бірақ тапсырманы жете түсіндірмейміз. Қадам-қадаммен бұл тапсырманы бірінші не істеу керек, ол қалай орындалу керек, жете түсіндірмесек, оны бала түсінбеген себепті мүлде орындамай қоюы мүмкін. Тапсырмалар бойынша дескрипторлар әзірленген. Яғни, қанша тапсырма бермесеңіз де, мүмкін 3 тапсырма, мүмкін 4 тапсырма, оның барлығында дескрипторлар көрініп тұру керек. Оқу қызметін ұйымдастыру нысандары. Ол жеке ма, жұптық па, жоқ топтық түрде жүзеге аса ма, ол да сабақтың жоспарында көрсетілуі тиіс. Оқушыларға қолдау көрсету нұсқалары ойластырылған. Яғни, әр тапсырмада сіз оған қалай қолдау көрсетесіз. Мүмкін ол тапсырмаға бейне жазба ретінде түсініктеме бересіз. Мүмкін астына жазбаша түрде түсініктеме бересіз. Осы қолдау көрсету нұсқалары ойластырылуы тиіс. Оқыту барысында қолданылатын акті қызметтер мен құралдары анықталған. Яғни, төменде сілтемелер берілген. Яғни, қай тапсырманы орындауда қандай платформаға кіру керек, қандай акті қызметі мен құралдарын ұсынасыз, соның барлығын сілтемесі міндетті түрде көрсетіліп отыру керек. Және онлайн сабақтың әр бөлігіне уақыт белгіленген. Бірінші тапсырмаға мүмкін 5 минут, екінші тапсырма күрделілігіне байланысты 10 минут, үшінші тапсырма 2 минут деген секілді уақыты да белгіленгені орынды. Оқушылардың оқу материалдарымен және тапсырмалармен жұмыс істеуге жасайтын уақыты санитарлық, гигиеналық талаптарды ескере отырып белгіленген. Яғни, бала монитордың алдында көп отырып қалмау жағын ескеру керек. Сіздің берген тапсырмаңыз 20-30, енді оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес төменгі сыныптарда аз уақыт, жоғары сыныпта біраз көп уақытты белгілеуге болады. Жалпы қашықтан оқытудағы білім беру үдерісін жоспарлауда оның 3 маңызды құрамдас бөліктері ескерілуі тиіс. Бірінші, мазмұны, не оқытылады, ұйымдастырылуы, оны қалай оқытады, және технологиялар, қандай қызмет түрлері мен құралдар қолданылады. Енді осының мазмұнына тоқталайық. Қашықтан оқыту сабағын оқу сыныбындағы сабақ сияқты сабақ мақсаттарын тұжырымдаудан бастаймыз. Бұл үшін оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына шолу жасап, оқушылар сабақта қол жеткізуі тиіс мақсаттарды таңдаймыз. Сынып оқушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, сабақ мақсаттарын әзірлейміз. Сараланған оқу мақсаттарын белгілеуге болады. Бұл әрбір оқушының оқу тиімділігін барынша арттыру үшін сабақта жұптық, топтық немесе жеке жұмыс түрлерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Барлық оқушылар үшін ортақ бір мақсат ұсынуға болады. Мұндай жағдайда бұл мақсатқа барлық оқушылар табысты жете ала ма? Бұл үшін бір ресурсты немесе әртүрлі ресурстарды, оқу тәсілдерін пайдалана ала ма? Әлде қосымша қолдау көрсету арқылы қол жеткізе ала ма? Осы мәселелерді ойластырған аса маңызды. Бұл жайында жоғарыда айтқан болатынмын. Яғни, қашықтан оқу сабағында алдымен оқу мақсатын іріктеп аламыз. Оқу мақсатына сәйкес сабақ мақсатын түзіп аламыз. Мүмкін ол жалпы сыныпқа ортақ болуы мүмкін, немесе жаңағыдай деңгейлеп әр оқушының мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, 3 түрлі бөлімге бөліп жасауымызға болады. Бірақ барлығы оқу мақсатына жетуді көздеу керек. Өйткені біз білім стандартын орындауымыз қажет. Екінші, ұйымдастыру. Оқу материалдарын мұқият таңдағаннан кейін, оқушылардың оларды қалай меңгеретінін айқындау қажет.
оқушылардың таңдалған материалдарының әрқайсысын өз бетінше меңгере алатынын, ал қайсысын мұғаліммен бірге қарастыратынын анықтау керек. Осыған сәйкес сабақты